Сіздерге пайдалы ақпарат болсын. Отбасы банктегі ақшаны шешіп алу. Осы тұрғыда көп сұрақтар келеді. Енді қараңыздар, отбасы банкта депозитіңізде екі вариант. Сіздің счетыңыз либо 3 жылға толмаған болуы мүмкін, 3 жыл ашқан күннен бастап, немесе 3 жыл толған болуы мүмкін. Егер 3 жыл толмаған болатын болса, онда сіз ақшаны шешіп алған кезде немесе бір бөлігін шешіп алсаңыз да, сізден банктік комиссия 5.000 теңге ұстап қалады. Сосын осы уақытқа дейін түскен мемлекеттік сыйлықақы, яғни госпремия дейміз ғой, сол госпремияны алып қалады. Және осы жылғы биылғы банктік сыйақыны алып қалады. Ал банктік сыйақыны қайдан көреміз? Ол келесі менің басқа видеомда осы YouTube каналда барлығы жазылып тұр. Видеоға түсіріліп тұр, содан қарап аласыздар. Ал егер 3 жылға толған болатын болса, онда тек қана банктік комиссиясын ғана 5.000 теңгеге ғана ұстап қалады, болды. Басқа ешқандай расход болмайды. Енді тағы да бір айта кететін мәселе, егер счетыңызда, отбасы банктағы счетыңызда 1 миллион теңгеден көп ақша болатын болса, онда банктің бөлімшесіне барып, міндетті түрде сол жерден ғана шешіп ала аласыз. Ал егер 1 миллионнан аз болатын болса, онда қосымша арқылы шешіп ала аласыз. Қосымша деп отқанымыз отбасы банктің приложениесі. Отбасы банктің приложениесі арқылы, қосымшасы арқылы қалай ақша шешіп алуға болады, оның басқа видеосы осы YouTube каналымда менде тіркелген. Мұндағы 1 миллион теңге деп отырғанымыз, 1 миллионның көп ақша, 1 миллион төмен деп отырғанымыз, бұл сіздің счетыңызда тұрған депозиттің мөлшері, депозитте тұрған ақшаның мөлшері, немесе сіздің бөліп алам деген ақшаңыз. Мысалы үшін, айталық сізде 3 миллион болып, ішінен 1 миллион ғана бөліп алатын болсаңыз, 1 миллион астам болатын болса, банк бөлімшесіне барасыз, аз болса қосымша арқылы. Бұның барлығы солай, егер 3 жылдан асқан болатын болса, 3 жылдан тек қана 5.000 теңге ұстап қалады, ал 3 жылға толмаған болатын болса, тіпті депозитті бөлген жағдайдың өзінде де мына айтылған комиссияларды ұстап қалатын болады. Осыны біле жүріңіз ағайын.